Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ертай Сейіл достар. Бүгін біздер видео түсірейін деп шештік, себебі бір апта болды видео түсірмедік, сондықтан бүгін видео түсіреміз. Енді қандай видео десеңіздер, біздер керемет жаңалық бар. Қандай жаңалық десеңіздер, қазір айтамын. Ол кезге дейін сіздер комментарияға қандай жаңалық екенін жаза өтіңіздер. Ал біз видеомызға достар, қазір так 1 минут сіздерге уақыт беріп тұрмын. Енді қазір 1 минут болсын, 1 минутқа дейін уақыт берем. Сол кезге дейін жазып алыңыздар. Міне 1 минут болды. Достар, бұны ертегі сияқты айтып берейін. Бір күні кеше мен Free Fire'ға кірдім. Және де 2-3 катка ойнаған соң маған тегін купон берді. Яғни оружейный джекпоттың купонын. Содан кейін мен тұрдым да оружейный джекпотты айналдырдым. Айналдырып қалып едім. Поздравляем деп 24 сағатқа түсті деп өтірік айтпаймыз. Прикинь достар, навсегдаға түсіп кетті осы. Енді поздравляем деп. Енді ертең немесе басқа күні осы ХМ8-мен ойнайтын ол челлендж түсірем дегендей. Енді керемет екен, маған ұнады ХМ8. Оживленный жіберді. Енді болады, екеуі бірдей десек те болады. Достар, енді видео тым қысқа боқамасын деп, мен аккаунтыма обзор жасайын деп шештім. Барлықтарыңызға ұнайтын шығар менің аккаунтым қандай екен. Енді көрсетейік, бірінші персонаждардан бастайық. Келли Стрейдж, Итан, Альваро, Шани, Алок, Джозеф, Лаура, Рафаэль, Мокко, София, Максим, Тимур, Мигель, Никита, Эндрю. Менде почти 11 персонаж жоқ. Қалған барлық персонаждар бар. Көбінесе менде алмазға алынатын персонаждар. Мысалы, Джозеф алмазға, Лаура алмазға, Рафаэль алмазға, Алок алмазға, Шани алмазға, Итан алмазға, Альваро алмазға. Енді қызға келетін болсақ, қызда менде Келли Стрейдж, жай Келли Стрейдж бар. Тағы да Мокко мен Кендрик. Так, достар, мен осындай керемет киімдер. Мынандай киім бар, мынандай киім бар. Мокконың наборы, былай. Мокконың наборы бар. Мынау мутант. Секретный лутбокстан түсіріп алған. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Золотой джекпот. Мынау да золотой джекпот. Мынау да джекпот. Там айналдырып түсіріп алған. Мынау халява. Мынау халява. Мынау да халява. Мен алмазный джекпоттағы міне сіздерге келетін болсақ, көрсетейін. Мынау міне бұның бәрі халява. Тез көрсетіп шығайық. Міне бәрі халява, білесіздер. Все болды. Аббастардан мынандай. Так, мынандай. Енді біздер ұлға көрсетейік. Так, достар, ұлға киімді. Ұлға киім көрсетейік енді сіздерге. Алокты киіп алып. Тоби Рок.
мыналар шақырып қоймады. Так, Тойбирок. Мынау білесіздер. Халява. Пополнение жасасаң аласың. Магический кубка айырбастайтын халява. Жекпот. Халява. Жетон эффект айырбастайтын халява. Какой-то бір шоу бар. Тағы да бір шоу бар. Халява. Мынау енді алғам. Дерскі набыр. Так, бастарға келетін болсақ. Осындай бастар бар. Міне. Аяқ киімдерден осындай. Сөп. Енді персонаж аналмау бітті. Енді питомец көрсететін де емес. Енді бірақ питомец бар. Енді бір питомец алып навик ашу керек еді бұған. Скиннен 2 скин бар. Енді мынау секунды. Ойбай, мынау не оқылды? Болды все. Енді коллекцияны көрсетеміз. Бірақ коллекцияда менде көп зат жоқ. 11-ші сезонда бастағам. 11-ші сезондардікі. 12-ші сезон. Негізі достар, мен 6-7-ші сезоннан бастап ойнап келе жатырмын Free Fire'да. 12-ші сезонның платинасы серебро, 13-ші сезонның алмаз, 14-ші сезонның алмазы, 15-ші сезонның золотосы, серебросы, міне платина. Болды все. Осылар енді аватаркіден. Жай, мынандай. Ойбай, парашютқа кіріп кеткенбіз. В общем, осындай. Енді бокстан жоқ десек. Вот 2 ақталу, 2-де халява. Рюкзакта осы рюкзак. Мынандай пополнение, мынау білесіздер. Мистер Акула халява ғой, білесіздер. Енді мынау да халява. Мынау пополнениеға шыққан рюкзак. Мынау да жай халява рюкзак. Мынау да жай халява. Мынау да халява. Мынау пополнениеға шыққан рюкзак. Осындай керемет рюкзак. Енді мен осыны тағам. Парашюттан. Ал білмем қайдан келген. Міне. Көп емес деп айттым, доскадан. Осылар ғана. Енді МК, драваш, АК, жумп. Скарға тақпаймын. Мынау. СКС. Жоқ. Граник. Мынау бар. И мынау. И стена. Транспорттан өттім жоқ. Эмоциядан бірақ эмоция. Все болды, басқа қандай жерді көрсетеміз енді. Осымен достар, біздің видеомыз бітті. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Ертай Сейіл. Всем пока-пока.